Бірінші схема фенол мен селективті тазалау. Бұл процестің мақсаты май құрамындағы шайырлы қоспаларды және полициклді ароматты қоспаларды тазарту. Сол арқылы майдың тұтқырлық индексін жоғарлату. Сол арқылы майдың тауарлық түсінің жақсаруы, сонымен қатар күкіртті қосылыстардың азаюы және де майдың кокстелу тенденциясын азайту. Селективті тазалау процесінде көбінесе қолданатыны фенол мен фурфурол. Бұл процесс фенолды қолдану процесі. Жалпы процесс бізде жүзеге асыру үшін бізде жалпы екі аймаққа бөлеміз. К1 мен К2 селективті тазалау жүретін аймақ. К3, К4-тен бастап мына жақ аймағы фенолды регенерациялау, яғни фенолды кері бөліп алу. Процесс қалай жүреді? Бірінші линиядан мына линия арқылы Т1, Т2 қыздырғыштар арқылы өтіп, шикізатымыз, яғни майымыз К1 колоннасына түседі. К1 колоннасына түскеннен кезде К5-тен келіп жатқан азотропты қоспамен жанасады. Яғни мына жақтан азотропты қоспа қосады. Бұл азотропты қоспаның ішінде су және фенол буының қоспасы бар. Сол азотропты қоспа келіп, мына К1 колоннасында К1-мен араласады. Шикізатпен былай араласады. Оның мақсаты не үшін араластырамыз? Бұл жақта ешқандай фазаға бөліну жүрмейді. Жалпы біз білеміз ғой, селективті тазалау процесінде екі фаза бөлінеді: рафинантты және экстрактты. Бұның мақсаты бұл колоннаның К2-ге барған кезде фенолды аз тұтыну. Яғни мына жерде кішкене қазір фенол мен су буының кішкене концентрациясын қосып қоямыз шикізатымызға, чтобы К2-ге барғанда кішкене шикізатымыз дайын болады да уже. Әйтпесе мына К колоннасы болмаса, сразу К2-ге жіберіп қойсақ, шикізатымыз дұрыс түсінбей қалады бар ғой, не болып кетті деп. Ал К1-ге істесек, қоссақ, ол бір-бірімен уже фенол дейтін майымыздың құрамына сіңіп, масса алмасу процесі жайлап жүре береді бар ғой. Мысалы адам бір сорпа ішіп отырды, ыссы. Содан кейін алып сразу бір салқын бір су ма, сок па бірнәрсе ішіп қалса, тісі ауырып кетеді ғой. Сол принцип осы жерде мақсатымыз шикізатымызды шок қылмай, уже жайлап фенолдың концентрациясына, жайлап масса алмасу процесіне дайындай беру. Екеуі жайлап араласады, бірақ мына жерде ешқандай екі фаза бөлінбейді. Жайлап араласқаннан кейін жайлап К1-дің астымен шығып, X2-мен салқындатылады да К2 колоннасына барады. К2 бізде основной колонна, ең маңызды. Шикізатымыз келеді, Е1 ыдысынан мына жерде фенол беріледі, свежий. Фенол астымен алады да Т3-тен жылу алмастырғышпен өтіп, былай келеді де жоғары жақтан беріледі. Екеуі бүйтіп фенол жоғары жақтан беріліп төменге қарай түседі, шикізатымыз не жаққа түседі. Фенол бүйтіп келеді де, бүйтіп жоғарылап келе жатып, екеуі қарсы ағыммен жанасады да, фенол оның құрамындағы шайырлы, асфальтенді және күкіртті қоспаларды алып өзімен бірге тазалап кетеді. Бұл жерде процестің температурасына мән беру керек. Егер температураны қатты арттырсақ, біздің фенолымыз негізі жақсы ертіп бастайды, бірақ селективтілігі төмендеп кетеді. Ол дегеніміз, мысалы, ол температурасы жоғарыласа, жақсы ертеді, әңгіме жоқ. Бірақ ол біздің мақсатымыз не? Құрамындағы парафиндерді, нафтендерді ерту емес қой, өйткені олар бізде құнды продукттар, құнды өнімдер. Оларды ертіп керек емес. Бізге тек шайырлы, асфальтенді, күкіртті қоспаларды ерту керек қой. Оларды ерткенмен қоймай, температураны арттырып жіберсек, ол банағы нафтенді, парафинді, банағы көмірсутектерді ертіп кетеді. Сондықтан біз температураны көп жоғарыға ұстамаймыз.
ең максимум температура жүзеге асатын бұл 150. Бірақ негізі 150-де нежелательно. Нақты білмеймін қанша температура жүретін, бірақ 150-ден асыруға болмайды. Аз температура жүреді бұл процестер. Сондықтан егер қорытындыласақ, егер температураны арттырсақ, еріту қабілеті артады да, бана фенолдардың, бірақ селективтілігі төмен түсіп кетеді. Осы жерде екі фаза бөлінеді. Жоғары жақтан рафинат, астынан рафинат. Рафинат мына жоғарынан бүйтіп шығып, қателесіп кеттім. Мына жақтан емес, мына жақтан шығады. Рафинат былай жоғарыдан шығып, Т4 жылу алмастырғышында қыздырылады. Т1-де тағы қыздырылып, К3 колоннасына түседі. Бұл жақта фенолды бөліп алу үшін бізге екі стадиядан жүреді. К3-те біз негерге К3-те қыздырады, оны пештері қыздырған кезде фенол дейтін ұшып кетеді жоғарыдан былай. Жоғарыға ұшып кетеді. Ал бана қалып қойған рафинатымыз астына кетіп қалады. Негерде банаға ұшып кеткен фенолдар былай жоғарымен келеді де, Т1 жылу алмастырғышына өтеді де, кері мына жаққа циркуляция ретінде мына жаққа жинала береді. Бірақ негерде қалып қойған рафинатымыз бар ғой, оның құрамында бәрібір тағы да рафинат қалып қояды, фенол. Сондықтан оны уже мына жаққа су буын қосамыз, су буы арқылы оны ұшырып әкетеміз де, фенолдың мына ыдысқа жинала береді, мына жаққа қолдану үшін. Әбден тазартылған рафинатымыз былай астынан шығады да, Т4 жылу алмастырғыш арқылы салқындатады да, былай установкадан шығып кетеді. Ал экстрактымыз астан шығады, астан шығып Т4-тен жылу алмасады, К5-ке барады. К5-ке алады да, мына жақта уже тоже қыздырады оны пештер арқылы, жылу алмастырғыш арқылы. Банаға жоғарынан азотропты қоспа бөлінеді. Яғни азотропты қоспа дегеніміз су буы мен фенолдың қоспасы бар. Ол бана айттым ғой, мына жақта қолданады деп. Мына жақта қолдануға, или мына жақта қолдануға, екеуіне де қолдануға. Ары қарай уже тазартылған, кішкене фенолдан тазартылған, бірақ фенол бәрібір қалып қояды. Астынан шығады да, П3 пешіне барады да, К6-ға барады. Уже К6-тан основной осы ең көп бөлік фенол уже шығады бар ғой. Бана қыздырады пеш арқылы, фенол ұшып кетеді. Майымыз астына қалып қояды, фенолымыз ұшады да, Т5-ке барады да, бүйтіп өтеді де, бүйтіп өтіп, Е1-ге барып циркуляция ретінде істей береді. Чтобы мына жаққа қазір кері айдаймыз ғой циркуляция ретінде. К6-тан шығады, тағы бірақ бәрібір фенол кішкене қалып қояды, сондықтан К7-ге береміз. К7 осы соңғы колонна. Бұл жақта да бізге су буын қосамыз да, бана су буының әсерімен ұшырып әкетеміз. Бұл жерден остаточный фенол шығады, яғни қалдық фенол бәрі қалып қойды. Бұл шығады да, мына жаққа барып, X6-ға, E6, X6 салқындатқышына барады да, E2 ыдысына жиналады. Бұл жақта тоже емкость, фенолдың қалдықтары жинайды, чтобы оларды кері процесте қолдану үшін. Әбден фенолдан бөлінген экстрактымыз мына астымен шығып кетеді. Осылай осы процесс арқылы біз майымызды банаға керек емес өнім емес, керек емес компоненттерден тазартамыз.